Қайырлы күн. Бүгін сіздерге мантының құпия жасалу жолымен бөлісемін. Дәл осы рецепт бойынша мантыларыңыз езілмей, қамыры жыртылмай, еті сочный болып, дана-дана болып шығады. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Менің басқа да рецепттерімді каналымнан таба аласыздар. Алдымен жылы суға тұз, жұмыртқамызды салып, жақсылап қолмен араластырып аламыз. Одан соң ұнымызды салып, қолға жабыспайтындай жұмсақ қамыр елейтін боламыз. Менде жоғарғы сұрыпты ұн. Осы рецепт бойынша 2 қасқа манты шығады. Толық құрамы төменде описание бөлімінде жазылған. Қамырымызды енді 15-20 минутқа бетін жауып тұндыруға қоятын боламыз. 20 минуттан соң қамырымызды алып, қайтара илеп, 2-ге бөліп, қайта тұндыруға қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Енді осы орайда мантының сочный әрі дәмді болып шығатын құпиясын сіздерге бөліспекпін. Міндетті түрде толық аяғына дейін қараңыздар. Мантымызға қаншалықты пиязымызды көп қосатын болсақ, соншалықты мантымыз дәмді әрі сулы болып шығады. Дәл осы видеодағыдай пиязымызды майдалап турап аламыз. Менде сиыр етінен фарш. Мантының ең негізгі құпиясы осы пияздың көп қосылуымен құйрық май қосылуында. Осы құйрық майымызды қажетті мөлшерде дәл осы видеодағыдай майдалап турап қосатын боламыз. Енді дәміне қарай қара бұрыш және тұз қосып араластырамыз. Туралған пияз бен құйрығымыздың өзін қатты қысып, қолмен қысып тұрып, видеодағыдай езіп суын шығарып аламыз. Содан соң барып фаршпен бірге жақсылап араластыратын боламыз. Дәл осылай жасайтын болсаңыздар, мантыларыңыз сулы, өте дәмді болып шығады. Енді қамырымызды жаятын боламыз. Дәл осы видеодағыдай қамырларыңызды жайсаңыздар, жыртылмай, дана-дана болып, езілмей пісетін болады.
Салмасын осылай қажетті мөлшерде өздеріңіздің қалауларыңызға қарай салып шығасыздар. Мантының түю жолдары өте көп. Мен осылай жасадым. Мантыларымыз осылай әдемі болып шығады. Алдын ала суымыз қайнап тұру қажет. Мантымызды 45 минутқа пісіріп алатын боламыз. Мантыларымызды осылай орналастырған соң үстіне сұйық май жағуды ұмытпаңыз. Сол кезде бір-біріне жабыспай, езілмей пісетін болады. Біздің мантыларымыз дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін. Ұнаса астына пікір қалдыра кетіңіз, және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз. Менің басқа да рецепттерімді каналымнан таба аласыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Ас болсын. Қайырлы күн. Бүгін сіздерге 60 адамға арналған бір қойдың етіне жасалған дымляманың рецептісімен бөлісемін. Ерекшелігі, қойдың басын осы дымлямамен бірге бір қазанда пісірдік. Кез келген той жиындарға, маевкаға осы тағамды жасап, жақсы пікірлеріңізбен төменде комментарий бөлімінде бөлісе отырыңыздар. Алдымен қойдың етін және басын жақсылап жуып, тазалап, еттерін осылай бөліктерге бөліп, видеодағыдай дәлме-дәл жасап отырыңыздар. Толық ингредиент төменде описание бөлімінде жазылған. Қойдың басын жақсылап жуып, тазалап болған соң, осылай қойдың іш майына ораймыз. Кез келген малдың іш майын қолдансаңыздар болады. Басқа да рецепттерімді менің каналымнан таба аласыздар. Ол үшін менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз, және де достарыңызға бөлісе отырыңыз. Қойдың басы дайын болды. Енді дымляманың толық жасалу жолын бөлісетін боламын. Алдымен үлкен қазанымызға сұйық майымызды құйып, оның үстіне туралған пиязымызды салып шығамыз. Одан соң қойдың туралған құйрық майын салып, үстіне қалған пиязымызды салып шығатын боламыз. Енді үстіне тұзымызбен кез келген дәмдеуішті қосамыз. Бұл этап тамақтың асты күймей, сорпасы мол болып, сулы, дәмді болу үшін өте маңызды рөл атқарады. Одан соң туралған сәбізімізді салып, үстіне қойдың басын және еттерін ақырындап салып, орналастырып шығатын боламыз. Аз ғана тұз сеуіп шығамыз. Бізде ет тұздалған.
үстіне ірі етіп туралған картофымызды салып, үстінен тұзымызды салып шығамыз, дәміне қарай қосамыз. Ең үстіне ірі етіп туралған капусталарымызды жақсылап орналастырып шығамыз. Бұл буды ұстап тұрады. Яғни тамағымыздың толық сулы болып пісуіне үлкен рөл атқарады. Енді үстіне туралған укроп, көк пияз, петрушка, кинзамызды салып, бетін жақсылап, ауа шықпайтындай етіп жауып, 3-4 сағатқа баяу отта пісіріп аламыз. Дымлеманың бетін ашып, қайта қозғауға болмайды, себебі қойдың басы піспей қалуы мүмкін, картофымыз езіліп қалуы мүмкін. Сондықтан тамақтың бетін мүлдем ашпаймыз. Біздің тағамымыз дайын болды. Видеодағыдай езіліп, сулы болып, керемет болып пісіп шыққан. Ақырында осылай оралған басымызды алып шығамыз. Піскен қойымыздың басын арнайы бөлек тарелкаға салып, шмайынан ажыратып, оны үйдің үлкені келген қонақтарға басымызды ұсына берсе болады. Байқағандарыңыздай сүйегінен ажырап, өте керемет болып піскен. Сондықтан да міндетті түрде осы рецепт бойынша қонақ күткенде міндетті түрде жасап, жақсы пікірлеріңізбен бөлісе отырыңыздар. Болса, лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыз, және достарыңызға жіберіп қойыңыз. Біздің тағамымыз дайын. Ас болсын. Қайырлы күн! Бүгін сіздерге бризоль тағамының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Күнделікті қайталана берген тағамды жасап жалықсаңыз, міндетті түрде осы менің рецептім бойынша жасап көруге кеңес беремін. Дәлме-дәл ресторандағыдай болып шығады, жұмсақ, сочный болады. Менің басқа да рецепттерімді менің каналымнан таба аласыздар. Ұнаған видеоңыздың астына лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызға бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Өзімізге қажет мөлшердегі фаршымызды алып, үстіне тұз, бұрышымызды салып, жақсылап, іртігі қалмайтындай етіп, біркелкі болғанша араластырып алатын боламыз. Толық құрамы төменде описание бөлімінде жазылған. Фаршымыз дайын болды. Енді бір жұмыртқамызды жарып, оны жақсылап, видеодағыдай араластырып алатын боламыз. Дайын болған жұмыртқамыздың үстіне 2
2 ас қасық фаршымызды салып, біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Біздің массамыз дайын болды. Енді алдын ала қыздырылған табамызға сұйық майымызды құйып, пісіріп алатын боламыз. Дәл видеодағыдай ақырын салып, бір тегіс қылып шайып шығатын боламыз. Тегіс қылып жайып шыққан соң, бетін жауып 1-2 минутқа қалдыратын боламыз. Отымыздың асты баяу болу керек, қатты болса, асты жабысып, күйіп қалуы мүмкін. Одан соң бетін ашып, екінші жағын аударып пісіріп алатын боламыз. Шамамен 5-6 минутта толықтай пісіп шығады. Біздің бризоліміз дайын. Енді оны құрғақ ыдысымызға салып, екіншісін дайындайтын боламыз. Енді күріштен гарнир жасаймыз. Алдымен қызып тұрған табамызға сұйық майымызды құйып, үстіне жуылған күрішімізді салып, екеуін 4-5 минуттай осылай майға қуырып алатын боламыз. Отымыздың асты баяу болу керек. Қатты болса, күрішіміз жабысып, күйіп кетуі мүмкін. Осылай үздіксіз араластырып тұрыңыздар. Енді үстіне қайнаған суымызды құйып, күрішімізді жақсылап араластырып алатын боламыз. Құйған суымыз күріштен сәл ғана асса жеткілікті, бұдан қатты құюдың қажеті жоқ. Енді бризолімізді дайындайтын боламыз. Ол үшін жақсылап жуылған помидорымызды алып, қажет емес жерін кесіп, осылай видеодағы ұшқалап турайтын боламыз. Енді сәндік үшін редисканы алып, дәл видеодағыдай кесіп шықтым. Сіздер қалауларыңызға қарай әсемдесеңіздер болады. Біздің күрішіміз баяу отта 30 минут шамасында толықтай пісіп шықты. Піскен соң міндетті түрде осылай араластырып, оттың астын өшіріп, бетін жауып, қайтадан қойып қойыңыздар. Одан соң бризольдің соусын дайындаймыз. Үкіштен өткізілген чесногымызға осылай қажет мөлшерде майонезімізді салып, жақсылап араластырып аламыз. Енді осы соусымызды бризоліміздің үстіне қажет мөлшерде жағып шығатын боламыз. Біркелкі етіп жағып болған соң, үстіне шұқалап туралған помидорымызды осылай қойып, орап шығатын боламыз. Біздің
ризоліміз дайын. Енді келесісінде дәл осылай қайталап жасап шығатын боламыз. Әсемдік үшін тарелканың бетіне осылай аскөк қойып, оның үстіне күріштен жасалған гарнирімізді салдым. Ақырындап ризолімізді осылай орналастырып шықтым. Және сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп шықсаңыздар болады. Мен осылай жасадым. Міндетті түрде менің осы рецептім бойынша жасап, ұнаса астына пікір қалдырып, достарыңызға бөлісіп қойыңыздар. Және маған пікірді ұмытпаңыз, ас болсын. Қайырлы күн. Бүгін ерекше тіске басар, ағзамызға өте пайдалы, әсіресе өт жолы ауыратын кісілерге таптырмас ем ретінде аш қарынға таңғы уақытқа жесеңіздер, ағзаңызға пайдалы әрі қонақ күткенде тіске басар ретінде ұсынсаңыз керемет идея болмақ. Менің каналымнан басқа да түрлі рецепттерді көре аласыз. Каналыма тіркеліп, достарыңызға бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Алдымен өзімізге қажетті құлдың тұздалмаған свежий құйрығын жақсылап жуып, темір ыдысымызға салып, жарты сағатқа қайнатып аламыз. Сіздер құйрықты бүтіндей немесе бөліктерге бөліп қайнатсаңыздар да болады. Құйрығымыз қайнап шықты. Енді ыстықтай бөліктерге бөліп дәмдеуіштерді қосатын боламыз. Алдымен құйрығымызды тұздап аламыз. Жақсылап тұздап болған соң, осылай пышақтың ұшымен тесіп шығатын боламыз. Сонда ортасына дәмдеуіштер жақсы сіңетін болады. Енді қызыл және қара бұрышымызды осы видеодағыдай жақсылап біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Одан соң үккіштен өткізілген чеснокты біркелкі етіп, бәріне жағып шығатын боламыз. Соңғы этап осы дәл видеодағыдай паприкаға құйрықтарымызды аунатып қызартып аламыз.
тіске басарымызды 5-6 сағатқа немесе бір түнге холодильникке ыдысқа салып бетін жауып қоямыз. Себебі дәмдеуіштер толығымен сіңуі керек. Біздің тіске басарымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Ұнаса пікір қалдырып, каналыма тіркеліп қойды ұмытпаңыз, және достарыңызға бөлісіп қойыңыз. Ас болсын. Қайырлы күн. Бүгін сіздерге балаларыңыз сүйсініп жейтін, өте жұп-жұмсақ, дәмі керемет болып шығатын сосиска в тестенің оригинал рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыз. Алдымен жылы суымызға тұз, шекер, ашытқымызды салып, араластырып, үстінен електен өткізілген ұнымызды салып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Толық құрамы төменде описание бөлімінде жазылған. Дәл осы қамырдан 11 дана сосиска в тесте шығады. Құрамын еселеп жасасаңыздар болады. Қамырымызды толығымен араластырып болған соң, үстіне зәйтүн майын қосамыз. Сіздер қалауларыңыз бойынша кез келген май қолдансаңыздар болады. Жақсылап, қолға жабыспайтындай етіп теста илейміз. Дайын болған қамырымыздың үстін осылай пищевой пленкамен жауып, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Менде ровно 1 сағат тұрды. Ашыған тестамызды тағы да қайтара бір илеп, 10-15 минутқа демалдыруға, тындыруға қоятын боламыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны бөліктерге бөліп, форма шығаратын боламыз. Дәл видеода көрсетілгендей жасаңыздар, сонда біркелкі әдем болып шығады. Қамырымызды орағанда қатты тартып, қысып орамаймыз, себебі қамырымыз көтерілмей қалуы мүмкін. Міндетті түрде шұжықтарымыз оралған қамырдан 1-2 сантиметр шығып тұруы керек, себебі піскен кезде қамырымыз 2 есе көтеріледі. Қамырымыздың формасы өзгеріп, қатты ісініп кетуі мүмкін. Сол себепті бос ораймыз, сол кезде жұмсақ әрі үпілдеп пісетін болады. Сосиска в тестамыз дайын болды. Енді оны табамызға салып, 10-15 минутқа жылы жерге көтерілгенше қойып алатын боламыз. Мен бетін жауып 20 минутқа тындыруға қойып қойдым. Қараңыздар, қандай әдемі көтерілген. Енді осының үстіне жұмыртқаның сарысына 2 ас қасық сүт қосып жағып шықтым. Сүт қосу міндетті емес. Одан соң бетіне күнжіт сеуіп шықтым. Алдын ала қыздырылған пешімізге 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Алда түрлі рецептермен бөлісетін боламын.
Қайырлы күн. Бүгін сіздерге кез келген той жиынға жасауға болатын қарын мен көз еттен рулет жасаймыз. Дәмі енді керемет болып шығады. Тек жеп көру қажет. Ол үшін дәл менің рецептім бойынша жасап көріңіз. Ұнаса пікір қалдыра кетіңіз. Алдымен бізге қойдың тазалап жуылған төс еті немесе қабырға етін пайдалансаңыздар болады. Одан соң қойдың тазаланған қарны қажет болады. Мен алдын ала еттің көлеміне қарай кесіп дайындап қойдым. Және үккіштен өткізілген сәбіз бен чеснок қажет болады. Алдымен қарынды жайып, үстіне төс етті қойып, бірдей көлемде видеодағыдай орналастырып шығамыз. Қарын мен төс етті мен алдын ала кесіп дайындап алдым. Енді еттің үстіне чеснокты жақсылап бір тегіс етіп жағып шығамыз. Одан соң үстіне қарабұрышымыз бен тұзымызды салып, жақсылап қолмен бір тегіс етіп жағып шығамыз. Одан соң сәбізімізді салып шығамыз. Енді видеодағыдай екі жағын жақсылап қайырып, қысып тұрып, жіппен орап шығамыз. Қатты қысып орамаймыз, себебі пісетін уақытта жарылып кетуі мүмкін. Одан соң екінші рулетімізді де дәл алдыңғы видеода көрсеткендей жасап шығамыз.
оралған рулетімізді суға салып, бір қайнатып, суын төгіп, таза су құйып, екінші мәрте баяу отта 3-4 сағат қайнатамыз. Себебі қарынның артық дәмі шығуы мүмкін. Сол үшін 2 рет қайнатып аламыз. Біздің рулеттеріміз толықтай 3 сағат баяу отта қайнап пісіп шықты. Рулетті ыстықтай кеспедім, себебі өз формасын ұстамай шашылып кетуі мүмкін. Сол үшін 1 сағат морозильникке салып, содан соң барып кесіп дастарханға ұсындым. Міндетті түрде жасап көріңіздер, қонақтарыңызды таң қалдырыңыздар. Дәл осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Ұнаса комментарийде жақсы пікіріңізбен бөлісіп, менің каналыма тіркеліп, достарыңызға да бөлісіп қойыңыздар. Ас болсын. Қайырлы күн! Бүгін сіздерге өте тез дайын болатын үгітілмелі песочный печеньенің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Құрамы қарапайым ғана заттардан тұрады. Алдымен 82,5% сары майымызға ұнымызды салып, екеуін жақсылап араластырамыз. Толық араласқан соң үстіне 1 жұмыртқаның сарысын, кез келген сұйық майымызды, одан соң разрыхлитель мен сахарный пудрамызды қосып, жақсылап қолға жабыспайтындай қамыр илейтін боламыз. Менің басқа да рецепттерімді менің каналымнан таба аласыздар. Ол үшін менің каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыз. Біздің тестамыз дайын болды. Осылай видеодағыдай қолға жабыспайтын эластичный қамыр болу керек. Енді печеньемізге форма жасайтын боламыз. 1 жұмыртқаның ағы, одан соң ұсақталған кез келген жаңғақ дәнді дақылдарды қолдансаңыздар болады. Менде грек жаңғағы. Дәл видеодағыдай жасап табамызға қоятын боламыз.
Біздің печеньеміз дайын болды. Осылай арасын алшақтап орналастырамыз, себебі піскен кезде көлемі ұлғайып бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Алдын ала 180 градус пеште 20 минуттай пісіріп алатын боламыз. Енді печеньемізді ортасына осылай шоколад, кез келген шоколад түрін қолданып осылай ертіп қойсаңыздар болады. Немесе өз қалауларыңызға қарай басқа да жаңғақ түрлерін бетіне әсемдік ретінде пайдалансаңыздар болады. Біздің үгітілмелі печеньеміз толықтай дайын болды. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап, ұнаса комментарийға пікір қалдыра кетіңіздер, және де достарыңызға бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Қонақ келгенде міндетті түрде жасап, қонақтарыңызды таңғалдырып көріңіздер. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыз. Ас болсын. Сәлем достар, бүгін сіздерге бір жасағаннан шығатын, туған күнге өзіңіз дайындауға болатын оригинал хит торттың бірі Вупи пайдың рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, достарыңызға жіберіп қойыңыз. Мені жоғалтып алмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Алдымен жұмыртқаны жарып, үстіне шекер салып, миксермен 2 есе көтерілгенше видеодағыдай араластыратын боламыз. Осындай қоймалжың масса болу керек. Енді қара шоколадымызға 82,5% сары майымызды салып, водяной баняға қойып, ертіп аламыз. Толық ингредиенттер төменде описание бөлімінде жазылған. Еріген шоколадымызды алдыңғы массамызбен біріктіріп, біркелкі болғанша миксермен араластырамыз. Енді ұнымызға какао, разрыхитель салып, араластырып, оны сұйық массамызға қосып, біркелкі қоймалжың қамыр болғанша миксермен араластырамыз. Осы аралықта пешімізді 180 градусқа алдын ала қыздырып қоямыз. Дайын болған қамырымызды пергамент қағазды төселген табамызға салып, домалақ форма келтіріп, тегістеп жайып шығамыз. Мен қағазға алдын ала 24 сантиметрлік домалақ пішін сызып алдым. Қызып тұрған пешке 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Менде 5 қуыр шықты, сіздер 4-еу шығарсаңыздар да болады. Енді торттың кремін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде креміне қолданатын заттар салқын болу керек. Крем жасар алдын 5-10 минутқа морозильникке мұздатқышқа салып қойыңыздар.
Алдымен творожный сырымызға сахарная пудра қосып, біркелкі масса болғанша видеодағыдай миксерлеп араластырып аламыз. Мен творожный сырдан креметте қолдандым. Сливкидің 33 немесе 35%-ін қолдануға кеңес беремін. Егер одан төмен болса, крем шықпай қалуы мүмкін. Одан соң салқын сливкиімізді құйып, біркелкі қою масса шыққанша миксерлейміз. Ескертетін жағдай, көп ұзақ уақыт бойы араластырмаңыздар, себебі крем іріп кетуі мүмкін. Дайын болған кремді жарты сағатқа холодильникке қойып алатын боламыз. Дайын болған кремді бірдей 4 мешокқа 4-5 қасықтан салып бөліп алатын боламыз. Енді тортты жинайтын боламыз. Дәл видеодағыдай мен сияқты жасаңыздар. Мен тортты алдын ала бір күн бұрын жасап, холодильникке 1 суткаға қойып қойдым. Сол кезде коржына кремі сіңіп, влажный болып шықты. Сіздер асығыс болсаңыздар, сүтпен коржына пропитка жасасаңыздар болады. Ең үстіңгі корждың бетіне кремнен кішкене қалдырып, бетін тегістеп, крем жағып шықтым. Сол кезде бетіне құйған шоколадымыз сіңіп кетпей, тегіс болып тұрады. Енді торттың бетіне ганаш дайындаймыз. Шоколадымызға сары май мен сливкиімізді қосып, водяной баняға қойып, ертіп аламыз. Ыстықтай торттың бетіне құйып, тегістеп, видеодағыдай жағып шығамыз. Енді тортымыздың бетін әсемдейтін боламыз. Мен үйдегі бар заттармен осылай сәндеп шықтым. Сіздер қалауларыңызға қарай жасасаңыздар болады. Тортымыз дайын болды. Ұнаса пікір қалдырып, каналыма тіркеліп қойыңыз. Алда түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Ас болсын. Қайырлы күн. Бүгін сіздерге уақыт үнемдеп, оқтаусыз қолмен жаюға болатын, өте жұмсақ болып шығатын, құрамына какао мен шоколад қосылмаған медовый торттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Менің каналымнан басқа да рецептерді көру үшін менің каналыма тіркеліп қойыңыз. Алдымен
баяу отқа ыдысымызды қойып, үстіне әсел саламыз. Менде құрамы таза, табиғи әсел қолдандым. 3 ас қасық әсел саламыз. Одан соң үстіне сары майымызды салып, үстіне шекер мен ас содасын салып, жақсылап араластырып, баяу отта ерітіп аламыз. Түсі қоңыр болғанша видеодағыдай үздіксіз араластырамыз. Бұл медовый торттың ең негізі болып табылады. Түсі осындай қоңыр болу керек. Енді астының отын өшіріп, 15-20 минутқа суытуға салқын жерге қоятын боламыз. Массамыздың түсі осында қоңыр болу керек. Міндетті түрде салқындатып суытып аламыз. Себебі жұмыртқамыз ыстықтай салатын болсақ пісіп қалуы мүмкін. Одан соң осы массаның үстіне 3 жұмыртқамызды салып, біркелкі болғанша жақсылап араластырамыз. Толық араласқан соң үстіне ұн мен разрыхитель салып, қою массаға айналғанша қамыр дайындаймыз. Тестамыз дайын болды. Енді оны пергамент қағазға салып, дәл видеодағыдай қолмен жайып алатын боламыз. Байқағандарыңыздай қолға жабыспайды. Дайын болған тестамызды 180 градуста 10-15 минутқа пісіріп алатын боламыз. Енді торттың кремін дайындайтын боламыз. Жарты литр сүтке кукуруз крахмалын салып, үстіне шекер және бір жұмыртқамызды қосып, үздіксіз баяу отқа қою масса болғанша тез-тез араластырып тұрамыз. Креміміз дайын болды. Осындай қою масса болу керек. Астын өшіріп,
15-20 минутқа холодильникке суытуға қоятын боламыз. Корждарымыз дайын. 5 корж шықты. Енді шетін тегістеп кесіп шығатын боламыз. Корждарымызды осылай кесіп, домалақ форма шығарып алған соң, кремін дайындаймыз. Креміне осындай қойытылған вареная сгущенканы қостым. Екеуін жақсылап миксермен араластырамыз. Біркелкі қою масса шыққанша үздіксіз миксерлеп отыратын боламыз. Креміміз дайын болды. Осындай қою болу керек. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Дәл осылай видеодағыдай жасаңыздар. Кремді толығымен осылай жағып болған соң, артылған коржымызды майдалап, тортымыздың үстіне сәндеуге қолданатын боламыз. Біздің тортымыз дайын болды. Міндетті түрде бір түнге холодильникке қалдырып, ертесіне жесеңіздер өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Кремі толығымен сіңетін болады. Міндетті түрде менің рецептім бойынша жасап, пікір қалдырыңыз. Каналыма тіркеліп қойыңыз.